Ассалаумағалейкум. Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Достар, біздер бүгін Киномастер Pro, Киномастер взлом түрі деп, яғни атаулар көп шыны керек достар. Соның бүгін мен сіздерге ссылкасын қайдан алуға болатынын көрсетемін. Мен оны өзің тобыма қойған болатын ВК-ға. Қазір ВК-ға кіріп көрсететін боламыз достар. Бұл Киномастерде баршасы хрома кей жаңағы видео шығару слойға барлығы да бар достар, және де бұның бір ерекшелігі жоғарысынан Киномастер деген шұбатылған ұзын жазу шығып тұрмайды. Ал достар, ВК-ға кірейік. Сонымен бірге біздің ВК Photoshop сабақтар, егер сіздер YouTube-тан көріп отырсаңыздар достар, бізді ВК-дан тауып алыңыздар. Photoshop сабақтары деген группада біздер күнделікті жұмыс жүргізіп отырамыз. Егер ВК-дан көріп отырсаңыздар, біздің YouTube каналымыз Miko Pro. Видеоның соңында YouTube-та да көрсететін боламын достар. Мінекей қазір мен закрепитке дәл осы жерге, дәл осы жерге мен ссылкасын, сілтемесін қалдырып кетем. Осы керекті фотолар деген сияқты астына бөлек сілтемесін қалдырып кетем. Оған дейін мен мына жерден алайын. Мінекей Киномастер видео монтажы бірінші сабақ. Барша Киномастердің сабақтары осының ішінен достар. Осы жерден көре берсеңіздер болады сабақтарын. Дәл осы обсуждениеға кіріп, осы жерден тауып алсаңыздар, осы жерде мінекей қазір кіреміз. Осы жерде мінекей Киномастер Pro взлом түрі деп жазылып тұрады достар. Осы жерден осыны тарта аласыздар. Мінекей барша осы жерде менің Киномастер болған сабақтарым осы жерде. Достар, сосын өтініш, осы жерге сіздер сұрақ қоймасаңыздар, сұрақты біздің топқа немесе менің личкама жазып жіберсеңіздер, мен баршаға ответ қайтарып, қолымнан келгенше көмек көрсетіп жүрмін. Шыны керек, бұл жерде мен тек қана сабақтарым салам. Бұл жерге көп те қарамай, біреулер сұрақ қояды да, ол жауапсыз қалып кетеді. Мінекей сілтеменің үстінен басасыздар достар. Сілтеменің үстінен басқанда білмеймін, мүмкін біреулерінде Chrome, біреулерінде басқаша шығуы мүмкін. Осы жерден Chrome таңдаймыз достар. Chrome жоқ болса басқа да. Chrome'нан кейін мінекей диск деп шығады достар. Диск міндетті түрде, егер мүмкін сіздерде бірден диск шығатын шығар, міндетті түрде дисктің үстінен басасыздар. Өздеріңіздің аккаунттарыңызды шығарып көрсетеді. Мінекей Break Gmail, менің керек емес аккаунтым бұл. Окей. Осының үстінен басқан кезде достар, дәл осылай Киномастер Pro App, яғни дәл осылай тартылып бастайды достар. Біздің дәл осылай тартылып бастайды. Енді ары қарап бұның түсетін жерін көрсетейін достар. Мой файлға кіреміз. Мой файлға сіздің память устройство. Енді білмеймін достар, көбінесе менің загружен скачать етілген файлдарым мінекей осы папканың ішіне түседі. Окей. Мінекей тұр Киномастер Miko Pro. Киномастер мінекей Miko Pro, дәл осылай үстінен басамыз достар. Бірінші телефоныңызға Киномастерлерді өшіріп тастаңыздар. енді установить басамыз достар. Тағы да айтайын, Киномастерді басар алдында телефондағы Киномастерлерді өшіріп тастаңыздар. Мінекей дәл осылай установка жасалады Киномастер. Қара түсті Киномастер достар, түсінбей қалып жүрмеңіздер. Бұл взлом түрі қара түсті Киномастер болады. Окей, дәл осылай бір ерекше болып ашылады достар. Дәл осылай ары қарап мінекей өздеріңіздің суреттеріңізді таңдап мен көрсете салайын достар. Бұл жерде қалай іші ашылатын, бұл қазір монтаж ешқандай ешнәрсе істемейміз, жай ғана ішін көрсете салайын қалай ашылатын. Өткенде хрома кей, біреулерде осы слойда басқан кезде изображение, жай ғана изображение ғана шығып тұр, біреулерде видео шықпайды. Окей. Мінекей достар, осылай ерекше дизайндағы Киномастер ашылады сіздерге. Дәл осылай Киномастер мінекей слойды басқан кезде мультимедиа деген жазу шығады. Біреулерде изображение тұрса, осыны установить етсеңіздер, сіздерде мультимедиа болып өзгереді. Бұл жерге видео да, фото да барлығын қоя бересіздер. Қазір біз зеленый фондағы бір керекті ала салайын. Окей, мінекей зеленый фондағы түсті, үстінен бір басқан кездегі бұл көрінеді. Үлкейтеміз. Үлкейткен кезде көріп тұрсыздар, менің хрома кей деген сабағымды астына сілтемесін қалдырып кетемін достар. Міндетті түрде хрома кей сабағын көріңіздер. Егер түсінбесеңіздер, сода анық қылып түсіндірем. Мінекей жүріп өтеміз. Окей, енді жіберген кезде қазір мынаны соза салайын. Окей. Енді жіберген кезде қазір Miko S дегеннің түсіне қарап отырыңыздар. Мінекей чүк шығады, дәл осылай. Енді достар, бұл ешқандай да монтаж емес, жай ғана хрома кейді қалай қолданылатын. Біздің астымызда слойға тек қана фото түсу жетеді. Енді мына программаны установить еткесін сіздерге видеода түсіп тұр. Және де мән берсеңіздер, Киномастер деген сөз, значок жоқ ол жерде.
Мінекей достар, енді сіздерге ютубтан қай жерден тартатынын көрсетіп кете салайын. Окей, мінекей мына диск деген бар достар, осыны өшіріп тастамаңыздар, сіздерге міндетті түрде керек болады. Мен барша нәрселерімді осы дисктің ішіне сохранить етіп отырамын. Енді ютубтан қай жерден алатындарыңызды көрсетейін. Дәл қазір сіздер ютубтан көріп отырсаңыздар достар, фотошоп сабақтарына кіреміз. Фотошоп сабақтар деп Микопро кірсеңіздер достар, мінекей Микопро. Егер тіркелмесеңіздер тіркеліп қоя салыңыздар, сіздерге жаңа сабақтар түсіп отырады. Дәл осылай мысалы, қазір мен видеом саламын осы жерге. Видеом саламын. Дәл бұл видеоны сіз қазір Киномастердің астында көріп отырсаңыздар, астын осылай описание ашқан кезде мына жерде мен жазып қоямын Киномастер Pro деп. Images-тің орнына Киномастер Pro деп осындай ссылкасын қалдырып кетемін. Дәл солай бұл жердегі ссылканы бассаңыздар да дәл солай скачать етіледі Киномастер. Мінекей болды достар. Егер Инстаграмда отырсаңыздар, біздің pixart.kz, біздің Pixart'тың Инстаграм парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Достар, мінекей Киномастер Проны қалай алуды сіздерге көрсеттім. Алдағы уақытта түрлі видео монтаждар істейміз. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын достар. Сау саламатта болыңыздар. Осы видео сіздерге пайдасын тигізсе, лайк бассаңыздар, сау болыңыздар.